Осы дүниеге келетін болсақ, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, инна дуния. Расында бұл дүние қазір әдемі бізге баяндайды. Хулватун. Бұл тәтті дейді. Түсіндіңіз ба? Бұл тәтті дейді. Сосын ходиратун. Ол сондай тартымды дейді. Ходира деген сөз негізі араб тілінде жасыл деген мағынаны береді. Жасылды айтып тұрған себеп тартымды дейді. Дүние деген өзіне қарай тартып әкететін нәрсе дейді, қараңыз. Ол тәтті дейді. Одан бір нәрсені алып аузыңа салсаң, қандай дәмді деген нәрселерді беретін нәрсе. Түсіндіңіз ба? Ол сондай дейді асылы. Сосын Алла Тағала бізге иман берді да, сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Фа инналлаха мустахлифукум фиха." Енді Алла Тағала сендерге уақытша өмір береді дейді осы дүниеде. Әрбір буынға, бір буын кетті, екінші келеді. Ол кетеді, үшіншісі келеді. Түсіндіңіздер ме? Біз де сол бір буынбыз, келдік, біз де кетеміз.